Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін менің сіздерге дайындап көрсететін салатым дәруменге өте бай, адам денсаулығына пайдалы капуста салатын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Салатымыздың құрамына сәбіз, қияр, капуста, сарымсақ және де аздап укроп қажет. Ыдысымызға алдымен сәбізімізді үккіштен өткізіп аламыз. Және де капустамызды, қиярымызды соломка түрінде тураймыз. Сарымсағымызды, укробымызды турап аламыз. Барлық қоспаларымызды турап алдық. Енді дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Мен алдын ала сұйық майымызды аздап қыздырып алдым. Қызып тұрған сұйық майымызды салатымызға құйып, жақсап толығымен араластырып, ыдыстарымызға саламыз. Салатымыз дайын болды. Свежий салатымызды палаумен қосып жеуге ұсынуымызға болады. Бұл салаттың түрін міндетті түрде дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.